Алматыда 3 айдан бері үй бетін көрмей бала шағасына бара алмаған күйі жедел жәрдем станциясында көлік жүргізушісі болып жұмыс істеген азамат көз жұмды. Коронавирустан қайтыс болғандардың зиратына жерленген 44 жастағы азаматтың артында екі қызы қалды. Бірақ марқұм жұмыс істеген мекеменің басшылығы коронавирус қаза болған азаматтың негізгі диагнозы емес дейді. Алматы жедел жәрдем станциясында диспетчер-фельдшер болып жұмыс істеген Эльвира Камалова болса, мекеме басшылығы ковид диагнозы екі адамнан алғаш анықталған кезде байланыста болғандарды жұмыстан бірден босатпай қойды деп ренжулі. Жөтел қысса да тұншыға тілдескен Эльвира Камалова Алматы жедел жәрдем станциясының диспетчерлік бөлімінің фельдшері. Бірнеше күн бұрын ағзасынан коронавирустың оң нәтижесі анықталып, ауруханада жатыр. Сөзінше жедел жәрдем бекетінің диспетчерлік бөлімінде 19 мамыр күні екі адамнан ковид анықталған. Бірақ ол кісілермен контактіде болған адамдарды еш белгісі жоқ деп жұмыстан босатпады. Салдарынан екі адамның саны 17 адамға өсті деп ренжулі. 19 екі адам болғанда, 24-і мен еще раз повторно өткіздім ғой ПЦР-ны. Сол кезде еще отрицательный болған менде. Қыздарда, может быть, тоже отрицательный болған шығар. Қайдан білеміз біз, например, біз по-любому жұмысқа келіп жүрдік сол бір апта. Жедел жәрдемде жұмыс жасай тұра шұғыл қимылдай алмай қалдық. Қасымдағы палатада екі қызымен бір әріптесім жатыр. Менің палатамда жедел жәрдемде көлік жүргізушісі болып жұмыс істейтін азаматтың әйелі жатыр. Жақындарымызға жұқтырдық. Шұғыл қимылдағанда мұндай болмас еді деп көз жасына ерік берді Эльвира Камалова. Кішкентай бала қызымның температурасы көтеріліп, кешеден бері жатыр үйде. Бір адам звондамайды, ештеңке сұрамайды, пофигу бәріге. Еще бізді өтірікші айтып жатыр, бәрі у нее не больной вид деп. Енді мен мына жерде өлейін ба, чтобы нам поверили. Это ужас. Эльвира жедел жәрдемдіктердің ауру жұқтырғанын айтқаным үшін жұмысыңнан кетесің деген сынды қорқытулар болып жатыр деп ашулы. Ал жедел жәрдем қызметінің басшысы болса, ковид алғаш анықталған кезде қызметкерлерімізді оқшауладық деп отыр. Қазір жедел жәрдем қызметінің 60 қызметкерінен коронавирус инфекциясы анықталыпты. Ол жерде 13 адамды біз изоляцияға жібергенбіз. 9-ын жаңа близкий контакт қой. Близкий контактта жаңа провизорный стационарға дейміз. А 4-ін ол жаңа самоизоляция, ол жерде расследование жасап жатырмыз. Ол қалай болды, қайдан кірді деп, мысалы. Олар қазір кейбіреулердің жолдастары, күйеулері дейді. Бізде жедел жәрдемде істейді. Азамат Әменов қайтыс болған жедел жәрдем көлігі жүргізушісінің негізгі диагнозы өкпе артериясының тромбоэмболиясы, ковид қосымша диагнозы деп жауап берді. Сопутствующее заболевание қосымшасы жаңа. Ол уже коронавирус инфекция. Яғни ол кісі жұмыста жүріп коронавирус жұқтырған жоқ па сонда? Жұқтырған жоқ па дейсіз ба? Онда біз қазір расследование жасап жатырмыз ғой. Барлық неге әр нәрсені қараймыз. Мекеме басшысы марқұмның жақындарына 10 миллион теңге берілетінін, әлде берілмейтініне қатысты да жауап бере алмаймын. Оны комиссия шешеді деді. Ирина Светчаңыз, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.